Саламатсыз апай. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Саламат. Жақсы әріптестер, қайырлы таң, тағы да саламатсыздар ма? Бүгінгі күнімізге сәттілік тілек. Бәрі жақсы болсын. Сабағымызды жайлап бастай берейік, қосылатын апайлар жайлап қосыла береді. Қалуға болмайды сабақтың. Саламатсыздар ма? Бүгінгі күннің тақырыбы жоспары, яғни психологиялық модуль бойынша жоспар 3 кезең, әдеттегідей ұйымдастырушылық, оқыту кезеңі, қорытындылау. Ұйымдастырушылық. Микрофондарымызды сөндіріп қояйық. Тек қана сөз алған емес. Ұйымдастырушылық кезеңі тренинг мен кереметпін. Оқыту кезеңі оқушы тұлғасын жан-жақты дамытуда музыкалық білімдік жүйенің рөлі тақырыбында дәріс, баланың адамгершілік рухани әлемінің дамуына музыка мен әннің әсері тақырыбында онлайн форум. Яғни айтқанда, бұл тақырыпта рухани адамгершілік әлемінің дамуына музыка мен әсері деген. Ақнұр, микрофоныңызды өшірсеңіз, не болмаса бір жерде отырыңыз, кедергі жасамай. Барлығын бүлдіріп атсыз ғой. Қорытындылау кезеңі мейрамхана әдісі бойынша кері байланыс, сосын екінші бөлімі курс кезіндегі жағдаяттарға тоқталу деп алдық. Мінекей бүгінгі біздің сабағымыздың жобасы осылай болады, жоспары. Енді ұйымдастырушылық кезеңіне түсейік бірден. Ұйымдастырушылық кезеңінде мен кереметпін деген тренингті жүзеге асырып көрейік. Мен кереметпін. Шартта тыңдаушыларға әріптер беріледі. Мысалы, М, Қ, Б, Т әріпін. М, Қ, Б, Т әріпі. Сол әріптерден басталатын сөздерді берілген сұрақтар бойынша табу. Берілген сұрақтар бойынша табу. Сұрақтар төмендегі. Адам сезімін, ойын, оның ерік күшін дыбыстық формада суреттейтін қатынас құралы ретіндегі қызмет. Адам сезімін, ойын, оның ерік күшін дыбыстық формада суреттейтін қатынас құралы ретіндегі қызмет. Қандай қызмет? Тіл қызметі ма? Тіл қызметі ма? Жоқ. Саламатсыз апай. Саламатсыз ба? Қандай? Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Сұрақ, сабаққа кірсек, кешігіп келгеннен кейін не істемейік көп. Кедергі келтірмейік, ойланып отқан адамдарға. М,
Q, B, T әріптері еске сақтаймыз. Міне осы әріптерден басталатын сөздерді төмендегі берілген сұрақтар бойынша табамыз. Бірінші, адам сезімін, ойын, мына қосымша микрофонды айырып тастаңыздаршы, мына сіздердің нелеріңіз мынау түсіп жатырған. Тек сұрақ алған кезде ғана неке мынау компьютердегі не зат мынау түсіп жатырған. Адам сезімін, ойын, оның ерік күшін дыбыстық формада суреттейтін қатынас құралы ретіндегі қызмет. Қандай қызмет ол? Миы қызметі. Ерік күшін дыбыстық формада, әнекей. Сезім, адамның ойын, ерік күшін. Мыдан келуге қойды. Енді ойлап, маған не затқа сұрақ қойып отырсыздар? М, Т, Б, Т деген сөздер әріптерді беріп отыр. Музыкалық қызмет. Дұрыс айтасыз. Музыка. Енді адамның сезімін, ойын, ерік күшін дыбыстық формада суреттейтін басқа не? Сіздің мамандығыңыз бойынша. Музыка. Екінші сұрақ. Білім мен тәрбиені терең жинақтау арқылы мұғалім қандай қасиетке немесе қабілетке ие болады? Білім мен тәрбиені терең жинақтау арқылы мұғалім қандай қасиетке немесе қабілетке ие болады? Табандылық. Қандай қабілетке? Табандылық. Тәжірибе жинақтайды жарапай. Шебер тәжірибелі педагогтардың қызметтері. Соны бір сөзбен қалай атаймыз? Қандай педагог ол? Қандай қабілеттегі, қандай қасиеттегі педагог ол? Басқарушылық қабілет. Тәжірибелі шығар. Шығармашылықшы. Басқарушылық қабілет. Табандылық. Құзыреттілік қабілет. Дұрыс айтасыз. Құзыреттілік. Құзыреттілік қой, бұның барлығы терең жаңағы тәрбие мен білімді жинақтау арқылы мұғалім мысалы ие болатын қасиет. Ол құзыреттілік әрине. Тәжірибеменен теорияны ұштастырып, тығырықтан тез шыға алатын педагог. Ол қандай қабілетке ие педагог? Құзыреттілік қабілетіне ие педагог. Қызықты әдістерді қолдану арқылы оқушыларды ынталандыру, ол қандай оқыту? Қызықты әдістерді қолдану арқылы оқушыларды ынталандыру. Оқушыларды ынталандыру. Қандай оқыту ол? Бөлімді оқыту. Сәл ойланайық. Қызықты әдістер арқылы оқытатын оқытуларыңыздың түрі қандай? Ойын арқылы оқыту. Оның барлығы қызықты әдістер. Оның барлығы. Көрнекілік, слайд. Топқа бөлу арқылы. Топқа бөлу, ойын, слайд, оның барлығы бір сөзбен мен қызықты әдістер деп айтып отырмын. Енді сол оқытуды біз қалай атаймыз жалпылама? Қалай қылып оқытып жатырмыз? Қандай болу үшін оқытып жатырмыз? Қызықты әдістерді қолдану арқылы оқушыларды ынталандырамыз. Бұл қандай оқыту? Сәл ойланамыз.
Бұл әрине қандай оқыту? Бұл белсенді. Белсенді. Әрине белсенді оқыту. Иә. Келесі, шебер педагогтердің жетістіктері, іс-әрекеті, ұйымдастыра білуі, ішкі сыртқы әлпетінің үйлесімділігінің көрінісі, немесе педагог шеберлігінің элементі ретінде қарастыруға болады. Қандай? Бұл не? Педагогикалық не бұл? Педагогикалық шеберлік па, апай? Тәжірибе. 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 Тәжірибе алмасу. Осының барлығын тәжірибе алмасу, осының шеберлік, осының барлығын біз не деп атаймыз педагогикалық тілде? Шебер педагогтердің жетістіктері, іс-әрекеті, ұйымдастыра білуі, ішкі сыртқы әлпетінің үйлесімділігі, көрінісі, немесе педагог шеберлігінің элементі ретінде қарастыруға болады. Не ол? Қабілетті педагог. Техникаларың емес пе сендердің? Педагогикалық техника бұл деген. Сонымен адам сезімін, ойын, ерік күшін дыбыстық формада суреттейтін қатынас құралы. Ол музыка болса, білім мен тәрбиені терең жинақтау арқылы мұғалім ие болатын қасиетті құзыреттілік болатын болса, қызықты әдістерді қолдану арқылы оқушыларды ынталандыру, белсенді оқыту болатын болса, шебер педагогтердің жетістіктері, шеберлігінің элементі ретінде қарастыруға болатын дүние, ол біздің техникамыз болатын болса, олай болатын болса, бүгін біздің психологиялық модульдегі айтын әңгімелеріміз осы тақырыптарда болмақ. Яғни мұғалім, біз музыка пәнінің мұғалімі болғаннан кейін музыка туралы әңгіме қозғауымыз керек, құзыреттілік туралы әңгіме қозғауымыз керек. Ол құзыреттілік болған жағдайда музыка пәнінің мұғалімінде белсенді оқыту пайда болады. Белсенді оқытуды жүзеге асыру, яғни ол біздің педагогикалық техникамыз болып табылады. Мінекей осы сөздердің осы жаңағы осындай термин сөздеріміздің мағынасын ашуға біз бүгін тырысып көреміз. Шамам келгенше сіздерге музыка пәнінің мұғалімдері екендеріңізді жақсы білесіңіздер. Музыка пәнінде бірнеше әдіс тәсілдерді жүзеге асыру жақсы білесіңіздер, өйткені сіздер тек қана сол пәннің иесісіздер. Сондықтан ол пәнді оқыту кезінде қаншалықты қандай әдіс тәсілдер арқылы сіздер өз тәжірибеңізді жүзеге асырып жатырсыңыздар. Баламен жасалған жұмыс, әріптеспен жасалған жұмыс, ата-анамен жасалған жұмыс. Жалпы біз кіммен жұмыс жасасақ та, біз өзіміздің техникамызды жоғарғы деңгейде құзыреттілігімізді қолдануымыз керек. Сондықтан әріптестер, бүгін біз психологиялық модульді жоғарғыда айтылған тақырыптардың барлығын белсенді оқыту тәсілдері бойынша түсіндіріп көрейік. Мына суретке қарап отырсаңыздар, оқытудың бірнеше түрлері берілген тізімде. Белсенді оқыту, бірлескен оқу, саралау, пәнаралық байланыс, оқушылардың танымдық қажеттіліктерін қамтамасыз ету, өзара талқылау, акты қолдану, модельдеу. Бұл оқытудың бірегейі ғана. Бірнеше оқытудың түрлері бар. Біздің қолданатын технологияларымыз бар. Мысалы, сол оқытудың түрі болсын. Бірінші сіздерге бұл оқытудың түрлерін сараламас бұрын сіздерге сұрақ қояйын. Біз өзіміздің тәжірибемізде, яғни музыка пәнінің жетекшісі ретінде біз қандай оқытудың түрлерін қолданамыз өз тәжірибемізде? Иә? Соған жауап беріп көрейік. Пәнаралық байланысты қолданамыз.
пәнаралық байланыс. Сосын Өзара талқылау, акты қолдану. пәнаралық байланысты қалай қолданамыз? Енді бейнелеу өнерін, Тарих. шығармашылық мамандықтарға жақын Әдебиетпен байланыстырамыз енді. жатады. Аха, өте жақсы. Иә. Тарихпен байланысады. Пәнаралық байланысты жалпы кез келген пәнменен байланыстыруымызға болады, кіріктіруімізге болады, яғни сабақты басқа пәнмен кіріктіріп өткізе аламыз. Жақсы. Сосын тағы қандай түрлерін дедіңіз? акты қолдану. Актыны қолданамыз, акты технологиясын қолданамыз. Сосын, мына жерде көрсетілмей тұрған басқа да тағы технологияларыңыз болса айта беріңіздер. Трес технологиясын қолданасыздар ма? Трес, да. Жарайды, жақсы. Мына бірлескен оқуды қолданасыздар ма? Бірлескен Өзін-өз тануымыз пәнімен байланыстырып өткіземіз ғой. пәнаралық байланыс. Бірлескен оқуды қалай ұйымдастырасыз? Мысалға, өзін-өз тану пәні мұғалімімен бірлесіп өткіземіз. Мысалға, бірінші музыка пәні бастаса, ары қарай жалғастырып, өзін-өз тану пәні мұғалімі жалғастырып кетеді сол пәнді. Кіріктірілген білмей ме? Бірлескен кіріктірілген. Мінекей, міне жерде біздер кішкене ойымызды жинақтап шатастырып алмайық, иә? Бірлескен оқу дегеніміз не? Пәнаралық оқу дегеніміз не? Пәнаралық байланыс дегеніміз не? Пәнаралық деген басқа пәнмен байланыстырып, ұқсастықтар болса. Біздер көбіне музыкада әдебиетпен байланыстырамыз ғой, екеуі тығыз байланысты. Жоқ, мен қай пәнмен байланыстырасың, оған мен сөзім жоқ. Шебер, педагог тек қана әдебиетпен емес, барлық пәнмен де байланысты. Солай емес? Математикаға байланысты. Иә, олай болатын болса, пәнаралық байланыс деп отқанымыз кіріктірілген, кез келген сабақ. Солай ма? Кіріктірілген оқу дегеніміз, ол да сондай болып шықты ма? Сендердің ойларыңша, или басқаша ма? Иә. Мағынасы бір сияқты ол. Бірлескен оқу деген екі пәнмен бірге өткізген немес пе жаңа? Екі пән бірге өткізеді. Мысалға, суретпен мұғалімі, музыка пәнімен бірге өткізеді. Кіріктірілген бір ғой негізі ашығында. Қазір біз талқылаған мезгілде бірлескен оқу менен пәнаралық байланыстың арасын кішкене ажырататын боламыз. Тағы мыналардың ішінен өзара талқылау деген дүниелер бар ма? Модельдеу, танымдық қажеттілікті қамтамасыз етуге байланысты. Өзара талқылау үлкен сыныптарда, мысалға 5-6 сыныптарда болады ғой, өзін талқылап өткізеді сабақта. Мұғаліммен оқушы, оқушымен оқушы арасында талқылау жұмыстар болады ма? Болады, жұптасып, сосын жаңағындай топтық жұмыстар. Өте жақсы. Мінекей, енді әріптестер. Саралау. Саралауда болады, иә. Қолданамыз саралау. Саралауды қалай жүзеге асырамыз? Саралауды бар ғой, мына тақырып қойып сараламай ма екен? Бір сондай бір нені қолданып жүрдік кезінде. Белгілі бір, мысалы, өтілетін тақырыпқа байланысты, соны тақырыпшаларға бөліп, саралап түсіндіреміз балаға. Мысалы, бір композиторды өтетін болсақ, оның өміріне, мысалы, өмірі деп бір тоқталамыз, шығармашылығы деп бір тоқталамыз. Сосын жаңағыдай тағы да басқа сөйтіп тақырып қойып, солай деп бір саралап бір тоқталғанымыз бар кезінде. Онда қолданамыз сабақ барысында.
Бұл емес па, білмеймін енді. Жарайды, жақсы әріптестер, бәріміз қазір кішкене ойымызды жүйелейміз, кішкене реттейміз, өте жақсы. Өзіміздің тәжірибемізде қалай осы оқытудың түрлері жүзеге асып жатқандығы жөнінде ортаға салып жатырсыздар. Енді осы жердегі бірнеше, мынау тек бірегейі ғана әріптестер, оқытудың бірнеше түрі бар, белсенді оқытудың, иә? Осы оқытуларға төменде қазір беріліп тұрған суретке сәйкестендіріп көріңіздер. Мысалы, мынаны жазып алдыңыздар ма? Қазір жазып алайық. Или болмаса скриншоттап ала қойыңыздар. Скриншот жасадық. Бәріміз, апайлар, кешегі тапсырманы орындадық па? Бәріміз тестілеріңізді тапсырып, кіру сауалнаманы. Орындадық, апай. Орындадық. Низат скриншоттаймыз, түсініп отқан жоқпын. Мына мен берілген тапсырманы скриншот жасаңыз. Қай жерде, қай жерден аламын оны? Экранда тұр Ей, ғой. тұр ғой бетінде экранның. Көріп тұрған жоқпын. Экранға шығады, соны скриншоттап аласың тек. Телефонға түсіріп ала қойсайшы. Иә. Балдар осы үйде балдарға айта қойыңыз, түсіп береді ғой. Үйде бала жоқ қой айтатын. Жарайды, жақсы әріптестер, кедергі жасамайық. Жіберерміз. Ортаға жіберерміз. Ортаға Экранды былай ауыстырасың. Әріптестер, скриншот жасағандарыңыз, WhatsApp-та группамыз бар ғой, соған жібере қойыңыздар, сол жерден жұмысты жасай қойсын кейбір әріптестеріміз. Осы оқытуға берілген, төменде берілген суреттер, мысалы, кестеде келтірілген тәсілдерге сәйкестендіріп көріңіз. Мысалы, А суретін жаңа кестеде берілген қайсысына сәйкестендіреміз? Әні, Б-ны, В-ны ойларыңызшы. Сосын қазір осы бет болғаннан кейін екінші бетті беретін болады. Талқылау сияқты, апай. Кішкене суреті талқылау. Үндемей әріптестер, кішкене үндемей жұмыс жасайық, сосын бір 2 минуттан кейін өзіміздің ойларымызды айтатын боламыз. Келістік па?
Иә. Болдық па әріптестер? Белсенді оқу деп ойлаймын. М? Белсенді оқу деп ойлаймын. Қайсысын? Жаңағы берілген суреттегі. Жаңа сіз көрсетіп отырдыңыз ғой экранда. Осының қайсысын белсенді оқуға? Аны ма, әні ма, бұны ма, бұны ма? Қайсысын? Белсенді оқу. Белсенді оқу. Жаңа қайқа кетті? Міне. Ада белсенді, әде талқылау, бұда актіні қолдану. Бұны сіз актіні қолдану дедіңіз, бұны да? Біз Мерберт тыңдап отырық қой, Иә. Мерберт, иә. Аны қандай оқу дедіңіз? Аны белсенді. Аны белсенді оқу. Әні? Талқылау. Сосын, бұны? Бұда актіні қолдану тұр. Вагон. Бұны. Өзара талқылау. Вагонда өзара талқылау отыр. Бір-бір талқылау. Гіні? Гіде тағы да сол актіні қолдану. Актіні қолдану. Гіде акті қолдану. Иә. Д-да акті қолдану, Д акті қолдану, иә. Өзара талқылау. Д. Еде. Өзара талқылау. Танымды қажеттілігін қамтамасыз етуге жатпай ма? Өте жақсы. Ода жаты, оғанда болады екен. Акті қолдану. Өйткені танымдық дегеніміз не ол? Танымдық дегеніміз Үйреніп. Тәжірибе көрсету мына жерде. Сол танымдық оқыту. Жалпы біз кестегі жаңағы келтірілген тәсілдерге суреттерді сәйкестендірдік өзімізше, иә? Енді кішкене құлақ асып көрейік. Белсенді оқу дегенге F суретін жіберіпті. Бұл өз тәжірибесінің негізінде үйрену дейді. Яғни белсенді оқу дегеніміз, мана сіздерге сұрақ қойған мезгілде де қандай оқуды айттық? Белсенді оқу дегенде өзінің шеберлігін жүзеге асыра алатын, әртүрлі қызықты әдістерді қолдану арқылы іске асатын дүние. Иә. Өз тәжірибесінің негізінде үйрену, яғни белсенді оқу. Мен мысалы, міне білім сатысы оқуына келіп оқып жатырмын, бұл да оқудың бір түрі. Өз бетімізбен оқып жатырмыз үйде, ол да оқудың бір түрі. Яғни өзіңнің тәжірибеңнің негізінде үйрену, ол белсенді, іздену деген сөз, яғни айтқанда. Оқушыларға эксперимент жасап, мәнін ұғынып, түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жаңа білімді бұған дейінгі біліммен байланыстырады. Қателіктер бізге өзімізді тексеріп, түсінігімізді жетілдіруге жол ашады. Нәтижесі терең білім көзқарасты өзгертеді дейді. Яғни белсенді оқу, ол қалай жүзеге асырамыз екен? Оқушының өз тәжірибесінің негізінде үйренуін аясында жүзеге асырамыз екен. Яғни біз оқушыға мүмкіндік беруіміз керек екен. Өзінің түсінігін қалыптастыруға мүмкіндік беруіміз керек. Мысалы, осыны біз өзіміздің тәжірибемізге салып көрейік. Өз тәжірибесінің негізінде үйренуге. Біз өзіміздің пәнімізге бұл белсенді оқытуды қалай жүзеге асыра аламыз? Түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береміз. Қайтып беруімізге болады. Мысал келтірейік өз тәжірибемізден. Мәні ұғынып дейді. Мысалы, сіздер бір музыканы бересіңіздер, болмаса бір картинаны бересіңіздер ма? Солай ма? Иә. Өзі түсініп қалыптастыру керек.
Иә, қалай жүзеге асырамыз? Бір-бірден сөйлейік. Иә. Бала өзінің ойын айтады, мысалы. Жаңа білімді бұған дейінгі біліммен байланыстыра алады. Мысалы, нақты мысал келтірейік. Оны біліп отырмыз, иә. Сөйтетінін де бұрынғы білімменен қазіргі, мысалы, сіз беріп отырған тапсырмаменен екеуін ұштастырып, ол жүзеге асырады, мысалы. Қайтып, мысалы, менің қазір, мысалы, мынандайыншы сыныпта сабақ беремін мен, осындайыншы сыныпта осындай тапсырмалар бар, тақырып бар. Осы тақырыптың кезінде мен мынандай тапсырма бердім. Бала сол кезде өзі түсініп, ұғынып, өзінің тәжірибесін арғарай, өзінің тәжірибесінде жұмыс жасады, мысалы. Балаға, не істеттіңіздер? Мен ана 6 сыныпта бір сабақ берген кезімде, мысалы, эстрадалық жанр деген бар, сонда Майкл Джексонды өттік. Сонда бір үндемейтін, тіпті сабаққа араласпайтын оқушы, мен тек бір айттым, сендер қараңыздар үйден, интернеттен қараңыздар, оқыңыздар деп те просто айта салдым. Ал ол бала ертесі күні маған сондай информация берді Майкл Джексон туралы, мысалы, мен білмейтін нәрсені, музыкасын тыңдаған, ала бала кәдімгі қызыққан. Енді ол да сол өзіндік жұмыс қой деймін да, бала. Белсенді оқыту деп отырғанымыз осы. Яғни айтқанда, біз белсенді оқытуды пайдалану үшін балаға мүмкіндік беретіндей, өзінің тәжірибесінің негізінде үйрене алатындай біз жағдай жасауымыз керек екен, мұғалім. Сонда біз оқушыларды өзімізге тартуымыз керек. Иә, сол кезде мінекей біздің белсенді оқуды жүзеге асырып атқанымыз көрінеді екен. Сонда біз как педагог ретінде біз оқытудың түрлерін қолдануымыз керек қой. Мысалы, манағы құзыреттілік, біздің техникамыз манағыда, мінекей біз қай пән мұғалімі болмай, біз қай пән мұғалімі болсақ та, баланы қалай болмасын, өзіміздің, мысалы, біз музыка пәнінің мұғаліміміз бе, музыканы пәнін толық бағдарламасын меңгертіп шығуымыз керек қайтсек те. Ұрамыз ба, ұрсамыз ба, үйретеміз ба, басқа әдіс тәсілдерді қолданамыз ба, әйтеуір сіз өзіңіздің қабілетіңізді, қасиетіңізді осы бағдарламаны меңгертуге салуымыз керек. Сіздің деңгейіңіздің жеткен жеріне шейін сіз не істеуіңіз керек? Балаға білімменен тәрбие беруіміз керек. Енді сол білімменен тәрбиенің ішінде осы белсенді оқыту деп отырғанымызды осылай жүзеге асырамыз екен. Яғни айтқанда, баланың өзінің жаңағы тәжірибесінің негізінде білім алуға мүмкіндік беруіміз керек. Мысалы, мінекей жаңағы Айкенже әріптесіміздің айтқанындай, тапсырмаларды бала өзі не істей алатындай мүмкіндік бере аламыз екен. Өте жақсы. Одан кейінгі біздің суретін мына бірлескен оқуға. Бірлескен оқу дегенді сіздер мана шатастырып, не істедіңіздер? Кіріктірілген оқуменен шатастырдыңыздар. Бәрі бір емес пе? Жоқ, әріптестер, бәрі бір емес. Бірлескен оқу дегеніміз ол топпен жұмыс жасау екен. Оқушы бірлесіп жұмыс жасайды. Топпен. Ол дейтін ол ұжымдық топ болуы мүмкін, тұлға аралық қарым-қатынас береді. Тұлға арасындағы қарым-қатынасты жүзеге асырамыз. Яғни айтқанда, 2-3 оқушы менен мұғалім қосылып да бір топ құрып команда жасауға болады. Шағын топқа да бөлуімізге болады. Деңгейлі ойлау дағдыларын, манағы қарым-қатынас дағдыларын, жаңағы бірлесіп табысқа жетеміз деген ұранды жүзеге асыру үшін біз топтық жұмысты жүзеге асырамыз екен. Ал топтық жұмысты біз өз тәжірибемізде қалай жүзеге асырамыз? Кім қайтып жүзеге асырады топтық жұмысты? Топпен жұмыс жасап көрдіңіздер ме? Иә. Топпен жұмыс жасағанда қалай жасаймыз? Не береміз? Не істетеміз? Мысалы, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, айталық, кез келген тақырыпты айтыңыздар. Қандай тақырып? Айтыстың түрлері. Айтыстың түрлері. Жарайды, жақсы. Ал енді осы айтыстың түрлері бүгінгі біздің тақырыбымыз. Бірлескен оқуды мен жүзеге асыруым керек бүгін. Бірлескен оқуды отырғанымыз топпен жұмыс. Ал не істейміз? Айтыстың түрлері. Мысалы, топ болып, жар-жар айтысын мысалға топ болып орындаймыз, да? Иә. Мысалға жар-жар айтыс болса, соны топ болып, мысалға барлығымыз топ болып орындаймыз жар-жар айтысын.
Қайтып бөлеміз енді, не істейміз? Жоқ, алдымен Тапсырма береміз. топқа бөліп аламыз ба? Топқа бөліп аламыз. Сосын тапсырма береміз. Қандай тапсырмалар береміз? Мысалы, айтыстың түрлері бүгінгі біздің тақырыбымыз. 4 топқа 4 түрлі тапсырма береміз. Дұрыс айтасың. Айтыстың 4 түрі. Мысалы үшін біреуіне бәдік айтыс, біреуіне қыз бен жігіт айтыс, біреуіне қайым айтыс, біреуіне айтыс деген түрі айтыс. түр айтыс деп 4-ке бөліп, сол 4-еуіне бірлесіп жұмыс жасауға мүмкіндік беруіміз, сол тақырыпты ашу керек 4 топта. Өте дұрыс айтасың. Ал енді мысалы айтыстың түрлері не өстіп тоқталатын болсаңыздар, ал егер де бір айтысқа мысалы да, бір айтысқа тоқталатын уақыттарыңыз бар ма? Мысалы, ондай кезеңдер бар ма? Болады. Ақындар айтысы мысалға да, қыз бен жігіт айтысы бір айтыс. Ақындар айтысын алуға болады ғой, немесе қыз бен жігіт айтысын алуға болады. Бір айтыс алатынбыз. Ондай кезде топқа жұмысты қалай береміз? Егер бір айтыстың кезде. Қыз бен жігіт айтысы болатын болса, қыздар мен жігіттер қылып 2-ке бөліп айтысы болады. Оқушылар айтысы бар сосын. Бұл арада топпен жұмыстың мәнін қарайық деп отырық қой, бірлескен жұмыстың. Бұл арада мысалы жаңағы айтыстың түрлері болса, мысалы біреуіне түр айтыс, біреуіне қыз бен жігіт айтысы, біреуіне қайым айтыс, біреуіне бірден айтыс деп беріп тастадыңыздар ғой, ол түрлерінде. Енді мысалы қайым айтыс болатын болса да, тек қана қайым айтыс болатын болса, бүгінгі сабақтың тақырыбы. Топқа қалай тапсырма береміз? Қайым айтыс. Топпен мысалға өлең шығару да, мысалға кез келгені өлең шығара алмайды ғой. Сондықтан топпен жұмыс жасап, топпен бірге өлең шығарса, ол жеңілдеу болады. Суырып салмас шығару. Қайым айтыс дейікші, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Тек қана қайым айтыс. 3-ке бөлдік топты. 3-ке бөлдік. Ал енді бірінші топқа қайым айтыс туралы не бересің? Екінші топқа, үшінші топқа қайым айтыс туралы не істейтеміз? Қалай береміз тапсырманы? Қандай тапсырмалар береміз? Тақырып беруге болады. Қандай әдістерді қолданамыз? Мінекей бірлескен оқуда біздер жаңағы манағы нелеріміз бар ғой, біздің құзыреттілігіміз бар ғой. Міне осы жүзеге асу керек мұғалімде. Қалай қайындасу айтысындағы ұйқастың түрлері, буын санының түрлері деген сияқты қылып бөліп беруге болады әрқайсысына. Бір топқа мысалы қайым айтыстағы ұйқастың түрлерін, бір топ буын санының өзгешелігі деген сияқты. Мысалы, болмаса жаңағыдай дұрыс айтасыз, Жазгүл. Мысалы, қайым айтыс туралы ақпарат. 6 қалпақ ойлау әдісін салуға да болады. Мысалда, 6 топқа бөліп жібересіңіздер де, ақ қалпақ қайым айтыс туралы ақпарат береді, қызыл қалпақ сезімді айтады, қара қалпақ қайым айтыс туралы негативті айтады, жасыл қалпақ қайым айтыс туралы позитив айтады. Солай емес пе? Ойын қылыпты ұйымдастыруға бола ма? Мінекей бірлескен оқу. Ана жерде манағы позитивті айту үшін, аналар негативті айту үшін топпенен жұмылып жұмыс жасайды. Міне бірлескен оқу. Яғни айтқанда қарым-қатынас дағдылары, ақпарат алу жоғарғы деңгейде дағдылары, бірлесіп табысқа жетеміз. Біз дейтін, оны қалай болмасын, мен дейтін қайым айтысты даттап шығаруым керек дейді. Анау мақтап шығаруым керек дейді. Сары қалпақ мысалда. Олар кәдімгі неге түседі қарым-қатынасқа жақсы манағы жоғарғы деңгейдегі ойлау дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді екен мына бірлескен оқу. Жоқ, жеңіліп қалмауымыз керек деген сияқты.